Тәуелсіздік бұл біздің ең қастерлі құндылығымыз. Ата-бабаларымыз аңсаған, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған еркін заманда қазір біз өмір сүріп келе жатырмыз. Сондықтан да егемендіктің қадіріне жетуіміз қажет. Төрткүл дүние мойындаған тәуелсіз ел екендігімізді мақтан тұтуымыз шарт. Қыркүйек ауылдық округінде Ақ үй ауылдық клубында тәуелсіздік күніне арналған әдемі іс-шара болып өтті. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 33 жылдығына арналған Ақ үй ауылдық клубында мерекелік іс-шара болып өтті. Іс-шараға желтоқсаншылар батыр аналарымыз Әлия Қасымбаева, Клара Қожамұратова арнайы қатысып, оларға айрықша құрмет көрсетілді. Өнерпаздар өз өнерлерін көрсетіп, жиылған көпшілікті тәнті етті. Сарыағаш ауданының құрметті азаматы Еламан Алтаев барша жалпақ жұртты мерекесімен құттықтады. Ақ үй ауылының белсенді азаматы Үсен Жарқынбек өз шәкірттерімен қазақтың бас ақыны Абай лирик ақын Мұқағалидың өлеңдерін оқыды. Жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолына мезгілінен кешірмедім. Айта кетсек, Ақ үй ауылының жастарын поэзия әлеміне жетелеуде Үсен Жарқынбек елеулі еңбек атқарып келеді. Айналайын, інішегім құлыным, сені ойласам үзіледі жылыным, сенің ерке ақ жүзіңді көре алмай кетіп барам, мен айдауда құлыным. Бұл қайраттың өкініш атты өлеңін үзінді. Löp-löp соққан балаң жүректің, өмірге құштар ыстық жүректің соңғы лөпілі, жан сыры, соңғы үміті, өтініш пен өкініш. Іс-шара соңына таман бірқатар азаматтарға сөз беріліп, тәуелсіздік мерекесіне арналған жақсы лебіздерін жеткізді. Сізбіздіктеріміз жоғалмастан, әр уақытта егеменді елдің әйгілі асыл азаматы бола беріңіздер демекпін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Осылайша Ақ үй ауылдық клубында мереке жоғары деңгейде аталып өтті. Қуаныш Амангелді, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.